Акцияның негізгі мақсаты жаяу жүргіншілердің қатысуымен орын алатын жол көлік оқиғаларының алдын алу. Бүгін рейдке шыққан тәртіп сақшылары мектептер мен балабақшалардың аумағын тексеруде. Сондай-ақ қалада орнатылған өтуге болмайды деген жол белгілері маңын назарға алды. С целью профилактики правонарушений среди пешеходов, а также дорожно-транспортных происшествий с их участием. Жаяу жүргіншілер мен көлік жүргізушілер арасында жол ережесін сақтау мақсатында 29 қазан мен 2 қараша аралығында республикалық жедел алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Шараның басты мақсаты жол қауіпсіздігін сақтауда халықты жол ережесін бұзбауға шақыру. Профилактикалық шара тек көше жол бойларында ғана емес, білім ордаларында да жүргізілуде. Жыл басынан бері Теміртау қаласында 69 көлік оқиғасы тіркелген. 8 адам қаза тауып, 49-ы түрлі дәрежеде жарақат алған. Жол сақшылары атап өткендей, жазда болған жазатайым оқиғалардың саны мен биылғы жылдың жартысында зардап шеккен тұрғындар 2017 жылмен салыстырғанда төмендеген. Алайда өлім саны 60%-ға артып отыр. Нужно, чтобы люди уже просто сами соблюдали. Әр жүргізуші осындай алдын алу шараларынсыз-ақ жолда жүру ережесін сақтауға міндетті. Себебі ол көлік тізгінінде кетіп бара жатқан уақытта өзінің ғана өміріне емес, басқалардың да өміріне жауапты деп ойлаймын. Мен өзім әр уақытта жол ережесін бұзбауға тырысамын. Соңғы уақытта көлік апаттары жиілеген соншалық, былтырғы жылдармен салыстырғанда көрсеткіш артқан. Жолдағы қайғылы жағдайлардың көбейіп кетуіне басты себеп жүргізушілердің жылдамдықты шектен тыс асыратыны және өздерін тым кәсіби шебер сезінетін жүргізушілер мен мас күйінде көлік басқаратындардың салдарынан дейді полиция мамандары. Ал бүгінгі өткізілген абайлаңыз жаяу жүргінші акциясы мұндай келеңсіздіктерді болмаудың алдын алуға тигізетін пайдасы зор екеніне қала тұрғындарының сенімдері мол. Іс-шаралар қауіпсіздікті сақтау әр адам өзінің өмірі үшін, яғни ережені сақтап жүрсе әрдайым бәрі де жақсы болады деген ойдам. Ең бастысы заңға бағыну керек. Қазіргі уақытта жолда жүру ережелерін сақтау жайлы іс-шаралар өткізген өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол қазір неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Жаяу жүргіншілерге арналмаған жолдардан жүрсе, машина қағып кетуі мүмкін көліктер. Сол себепті сол ережелерге бағынып, жаяу жүргіншілерге арналған жолда жүрген дұрыс. Қаламызда алынып тасталып жатқан жаяу жүргіншілер өтпесіне қатысты қала тұрғындары әр алуан пікірде. Бүгінгі абайлаңыз жаяу жүргінші атты рейд барысында жүгенсіздік танытқан жүргізуші де, қауіпсіздігін ойламаған жаяу жүргінші де назарға ілікті. Егер жаяу жүргінші өтуге болмайды деген белгіге мән бермесе, 5 айлық есептік көрсеткіш негізінде әкімшілік айыппұл салынады.